Sələmətlər dostlar. Bugünkü sahamızda biz kesirlər жасау деген проблеманы шешеміз. Алдымен сұрақты оқумен бастайық. Бізге жол берілген. Алдымен осы жолдың үшінші таңбасын басып шығарыңыз. Екінші жолда осы жолдың соңғы белгісін басып шығарыңыз. Бұл сұрақ менің түсінгенім бойынша онда бірнеше нәрсені шығарудан тұрады. Бұлардың барлығын біз сұрақты шешкен кезімізде бір-бірден оқып кетейік. Тесте болса, абракадабра деген сөз берілген. Бұл абракадабра деген сөздерден мына деген шарттарға байланысты. Мысалы, бірінші жолда деген үшінші таңбаны табамыз, екінші жолда соңғы белгісін табуымыз керек дейді. Мысалы, үшінші жолда не дейді? Алғашқы 5 таңбасын шығаруымыз керек. Төртінші жолда және солай деген 8 жол шығаруымыз керек екен. Көріңіздей, бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 жол бар. Онда деген біз кодтаумен бастайық. Ең біріншісі біз бір сөз қабылдаумен бастайық. Бұлан A дейік, A тең input топқа ашылсын. Бұл біздің сөзімізді қабылдайды. Енді ең бірінші шартты орындау үшін номер 1 деп қояйық. Бірінші шартымыз не екен? Алдымен осы жолдың үшінші таңбасын басып шығарыңыз. Үшінші таңбаны басып шығаратын болсақ, онда біз деген 0, 1, 2. 2 деген индексті қолдануымыз керек. Print A2 дейміз. Себебі, бұны қазір тексеріп көрсек те болады. Себебі деген 2 деген кезінде бізге үшіншісін шығарып беретін еді. Сақтап жүрсек, бұл рет көп деген тест ететін сияқтымыз. Мысалы, алма деп жазайық. Шығып тұр. Яғни бізге үшінші таңбаны шығарып береді. Енді екінші шартты орындайық. Екінші шартымыз не дейді? Екінші жолда осы жолдың соңғы белгісін басып шығарыңыз. Соңғы белгісін басып шығару, бұл жерде мысалы алма деген сөзде мысалы 3 болса да, бірақ деген біз соңғы белгісін шығаратын болсақ, -1 қолдануымыз керек. Себебі әр сөздің ұзындығы ауысады, біз ол ұзындыққа байлы емес. Соңдан біріншіні есептесек, онда деген дұрыс болады. Онда біздің кодымыз print A-1 болады. Bunu tағы тексеріп көреміз. Сақтаймыз, жүргіземіз. Алма деп берейік. Бірінші M, кейін A шықты. Тағы бір рет жасап күтіп көреміз. Мысалы, comp деп. Компьютердің қысқалтуы comp деп жазамыз. Ол кезде бізге M және P берді. Яғни екінші де дұрыс. Үшінші жолда осы жолдың алғашқы 5 таңбасын басып шығаруымыз керек екен. Алғашқы 5 таңбасы болған кезінде онда біз индекспен есептесек 0, 1, 2, 3, яғни 4 болу керек. Бұл да 5-ке дейін деген мағына келеді. Онда деген кодымызда біз print A 5-ке дейін деп жазсақ дұрыс болатын шығар деп ойлаймын. Бұны мысалы сақтаймыз. Және жүргізейік. Ondan кейін компьютер деген сөзді толық жазайық. Компьютер comp көргеніңіздей 5 деп жаздық. Неге 5 деп жаздық? Себебі 5-тің өзін қоспайды. 5 деген индексті қоспайды. Жолда соң үшін 5 деп жазсақ болады. Енді келесі шартымызға өтейік. Төртінші шартымызда төртінші жолда соңғы 2 таңбаны қоспағанда бүкіл жолды басып шығарыңыз дейді. Соңғы 2 таңба әр сөзді басқаша болады. Онда біз деген және деген негатив индекс қолдануымыз керек. Яғни -1-ден бастайтын индекс қолдануымыз керек. Ол да деген соңғы 2 таңба -1, -2 болады. Онда біз -2-ге дейін, яғни print A қос нүкте -2-ге дейін деп қолдануымыз керек. Ана жердегі сияқты. Print A -2. Ана жерде қос нүктені ұмытып кеттім. Қос нүктені есіңізде болса, оның алдына деген бір сан жазған кезімізде сол индекстен бастайды. Арт жақтағы болса, қос нүктенің арты жағында болса, сол индекске дейін. Бірақ ол индекстің өзін қоспайды. Bunu da biz деген тағы тексеріп көрейік. Баста сақтаймыз. Кейін жүргізейік.
A computer dep berek. Yani şu ara berip koydum. Keşestir. Computer dep yazamız. Görüyorsunuz ki komput çıktı. Yani songa 2. I, E şeni R erpeni bizge vermedi yani. 4. şartımızda duruz. 5. yolda bağlıq tambalardan jüp indekslerмен basıp şarınız. Yani 0, 0 indeksler 0'dan bastaydı. Sonluktan tambalar birinçiden basılıp шығады. Yani 1, 3, 5, 7'ni basıp шығарымız gerektiydi. Dұрыс айтады. Бұл жерде айтатын нәрсесі біздің деген индексіміз 0'dan басталса да біз деген әріптерде мысалы компьютер деген сөзде O, P, T, R деген әріптер шығаруымыз керек. Соның үшін көргеніңіздей O дегеніміз бірінші индекс, яғни C ағылшын тілінде C 0-шы индекс болса да O дегеніміз бірінші индекс болады. Бұлайша айтқанда мұны бірінші әріп болса да, мұны екінші әріп, яғни екінші таңба, жүп таңба болады, яғни. Онда біз for қолдануымыз керек болады. For қолдануымыз керек болады. O anda for I 5 деп жазайық. Номер 5. For I in range 0'den бастамайды, 1'den бастайды. Есіңізде болса, сұрақтың өзінде бұны айтып өткен еді. Екінші аяқталатын жеріне алдыңғы сабақта менің айтып өткенімдей len A қолданамыз. Себебі әр сөздің аяқталуы, яғни ұзындығына байланысты болады. Біз деген енгізілген сөздің ұзындығын білмейміз. Бірақ енгізілген сөздің ұзындығын білетін бір функция білеміз. Ол да len. Бұл әдісті қолдансаңыз болады. Үшінші болса, яғни 1, 3, 5, 7 деп кету үшін біз деген бұл жерге 2 деп беруіміз керек. Яғни 2-2'den көбейіп кету керек. Ondan кейін print жақшаның ішінде болса A жақша I болады. Яғни A I болады. A I болу керек. Басқа бұл жерде деген не қоя аламыз? Соны деген кішкене. Басқа бір нәрсе жоқ сияқты. Бұл жерде сақтаймыз және жүргіземіз. A деген компьютер деп жазайық. Comput. Бұл жерде оқушылар көргеніңіздей OPTR шықты. Яғни деген біздің жазуымыз дұрыс болса да OPTR шықты. Бірақ бұлар деген арт-артқа шығу керек еді. Себебі қателеспесем абракадабрада көргеніңіздей бұл жерде мысалы арт-артқа, яғни мына жерде 11 яғни бұл жерде біздің деген for I in range мен жазған кодымыз болмайды. Себебі әр біреуі басқа деген неге кетіп қалды? Жолдарға кетіп қалды. Сол үшін біз деген бұл жерде басқа бір нәрсе қолданамыз. Бұған slicing деп айтылады. Stringде slicing, яғни stringді кесу деп айтылады. Бұл жердегі негізі өте оңай. Ең бірінші біз print A деген кезімізде осы уақытқа дейін тек деген қос нүкте қолданып көрдік. Біз бірақ екі қос нүкте қолданып, бұның екі қос нүктеден кейінгіде қаншадан көбейетінін берсеңіз болады. Мысалы 2 деген кезіңізде бізде 0-шы индекстен бастап барлан 2-2'den көбейіп сол индекстердегі, жолдың сол индексіндегі әріптерді немесе таңбаларды береді. Бұны бір деген жасатып көрейік. Енді компьютер деген сөзді жазайық. Көргеніңіздей C әрпі шықты, M әрпі шықты, U әрпі шықты және E әрпі шықты. Бірақ біз деген O'дан бастауымыз керек еді. Жоғарыдағы сияқты OPTR деп жазуымыз керек еді. Ол үшін болса біз ең бастапқы қос нүктенің алдындағы бос жерге, негізі бұл стандарт 0 мен тұрады. Біз оған 1 деп қойған кезімізде енді 1'den бастап 2-2'den қосады. Сақтаймыз, жүргіземіз. Алдын компьютер деп берейік. Көргеніңіздей OPTR деп берді.
durs ketip жатырмыз. Endi 6-cı suraqda oquyaq. 6-cı yolda tak indekslerde barlıq tangbalarda basıp şağınız. 5-ci yolda siyaqda bırak deyin tak indeks bolan üçün bu жерде 1-də alıp taslasanız, demesi 1-din ornuna 0 qoysaq boladı. Print a 0 kostukti 2 deyin kesinizde durs bulun gerek. Жүргіземіз. Компьютер деп жазайық. Көргеніңіздей 5-ci yolda 1, 2, 3, 4, 5-ci yolda O, P, T, R yani deyin 2-ci, 4-cü, 6-cı yani 8-ci tangbalar çıxdı. Al 6-cı yolda bolsa C, M, U, E yani 1-ci, 3-cü, 5-ci және 7-ci tangbalar çıxdı. Endi 7-ci yolda barlıq tangbalarda carry etmeni basıp şağınız. Bu жерде tағы biz deyin for loop bilen şartsaq bolat. Neydi bırak for loop'ta art-artga жазбаған üçün tағы biz slicing қолданамыз. Slicing degenimiz okuruşlar 2 kosnukta қолданып шығарır. Bu жерде slicing degen art жақтан бастату үшін тек қана -1 қойғанымыз жетеді. Print a 2 kosnukta -1. Bunu endi saqlaymiz. Көргіземіз. Компьютер деп жазайық. Көргеніңіздей, ең соңғы жолда компьютерді арт жақтан жазып басталды. Яғни бұл kodumuzda дұрыс. Ең соңғы 8-ci жолда берілген жолдың ұзындығын басып шығарыңыз. Бұл өте оңай сұрақ. Себебі бұның деген сіз әдісін білуіңіз керек. Мана мен for'дың ішінде қолданып кеткенімдей print skopаның ішінде len ondan keyin a deseniz bu жерде sizde yolun uzunluğunu eseptep beredi. Endi saqtaymiz, жүргіземіз. Компьютер деп жазайық. Көргеніңізде бізге 8 деп uzunluğunu берді. Біз бірақ бұл жерде тест менен кішкене салыстырып көрейік өз kodumuzda. Abrakadabra еді. Abrakadabra мына жерден мына жерге қояйын. Endi birinci R çıktı. İkinci A çıktı. İkinci kates siyaktı. Bunu ben koyayım. İkinci yolum. İkinci yolda olsun yolun songu belgisini basıp çıkarınız. Songu belgisi. Ya dur siyaktı. Nege bul жерде деген. Testimizde bizden R tür eken. Aldı men olsun yolun 3-cü tangbaсын basıp çıkarımız. İyi ondan keyin İkinci yolda осы жолдың соңғы белгісін басып шығамыз. Бәлкім мына жерде менің ойымша қателік кеткен шығар, себебі A болу керек, яғни шартқа қарағанымызда соңғы әріп, соңғы таңба A. Ondan кейін үшіншіміз abrak дұрыс. Төртінші жолымыз abrakadab дұрыс. Бесінші жолымыз мен алтыншы жолымызды шатастырып кеттік пе, себебі бұл жерде бар тұр, arkada var тұр. Қателеспесем, мына екеуін алмастырып кеттік. Қазір. Abrakadab 1, 2, 3, 4. 4, 5'te. 5-ci yolda bağlıq tangbaları jüpben beriniz deydi. Jüpben berген кезimizde B, A, R şartı, yani bizim şartımızda şıqqan dұрыс. Mına жерде şatasıp ketken siyaktı. 6-cı da bolsa, 6-cı yolda tak indekslerinin barlıq tangbalarını basıp шығарыңыз. Ya tak indeksler 6-cı yolda burada degen bağlı dұрыс çıktı. 7-ci yolumuz abrakadabalarını art жаққа жазады және 11 деп шықты. Mına жерде testте 1-2 қателік бар сияқты. Бірақ деген biz mına жerdегі берілген шарттарға байланысты шешімімізді дұрыс жасадық. Бұл жерде көргеніңіздей біз деген slice дегенді үйрендік. Бұл slice дегенді өзіңізді кішкене қолданып мына жерлерге сандарды қойып кішкене деген үйренуге тырысып көріңіздер. Бүгінгі сабағымды тыңдағаныңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.